Сәлем қыздар барлықтарыңызға, сіздермен бірге мен Гүлімашым. Арнаға қош келдіңіз. Бүгінгі шеберлік сабақта сіздермен бірге осындай өте әдемі, жып-жинақы, жайлы, қарапайым шұлықты бірге тоқитын боламыз. Егер ұнап жатса, мүмкіндік болса, жұмысты бастамай тұрып, бастан аяқ көріп шығуыңызға ұсыныс айтамын. Одан кейін барлығы түсінікті болса, керекті құрал жабдықтарыңызды жинақтап алып, менімен бірге тоқысаңыз болады. Сізге барлығы ұнайды, түсінікті болады деген ойдамын. Сәттілік тілеймін. Қайшы кез келген кішкентай нөмірлі 2 мен 3 аралығындағы ілмекпіз. Артынан болғаннан кейін артық жіптерді жасыру үшін қажет. Одан кейін осындай үлкен тебен ине керек бізге. Шұлықты ең соңынан тоқып болғаннан кейін тұмсық жағындағы жіптерді осы тебен инемен тігетін боламыз. Бізге қажетті ілмектердің саны 44 болуы керек. 40-50 сантиметрдей жіпті ортасынан бүктеп аламыз да. Енді тоқып бастаймыз. 44 ілмекті теріп алуымыз керекпіз. Ол үшін жіпті бұрап алдық. 1 ілмек болып саналады. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17-ші ілмек. Бұл жерде 1 ілмек саналмайды, өйткені жұмысымызды айналдырып қосқан кезде 1 ілмек біріктіру үшін кетеді. Сондықтан бұл жерде 16 ілмек болып есептеледі. 1 ілмек саналмайды. Ары қарай 17, 18, 19, 40, 41, 42, 43, 44. Енді біз бастапқыда айтқанымдай 1 ілмекпен жұмысымызды қосамыз. Мінекей, бұл жерде саты болып қалмауы үшін, біркелкі болу үшін біріктіруіміз керек. Мінекей, оң жақ қолымыздағы бізімізбен сол жақ қолымыздағы алғашқы бірінші тұрған ілмекті іліп аламыз да, оң жақ қолымыздағы бізіміздегі бірінші мінекей тұрған ілмекті үстінен өткіземіз. Жібереміз. Екі жақтан жіпті тартып, әдемілеп ретке келтіріп аламыз. Мінекей, жұмысымыз бірікті. Енді біз осы жерден 2 оң, 2 теріс ілмектермен резеңкесін тоқып бастаймыз. Өте оңай, қарапайым шұлық болады. Өте жылдам тоқылады, өте оңай. Екі оң, 2 теріс, 2 оң, 2 теріс. Айналдырып тоқи береміз. Қалаған ұзындығымызда. Қысқа қылғыңыз келсе, оң қатар тоқысаңыз болады. Ұзын қылам. Менікі сияқты мысалы, орап қоятындай ұзындықта болады. Кейбір сол ұзын қалпында кейбергенді ұнатады. Таңдауға талас жоқ дегендей, өз қалауыңыз бойынша тоқисыз. Мінекей. Менде резеңкенің ұзындығы 30 қатар болады. Бірінші қатар тоқылып жатыр. Тоқылу барысында 4 бізге 11-11-ден қылып бөліп алуға болады. Бастапқыда ілмектерді теріп алғанда маған ылғи ыңғайлы осылай 3 бізге теріп алып бастаған. Одан кейін ары қарай өкшесін шығарар кезде ыңғайлап 4 бізге бөліп аламын. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Неке қыздар? Осылай 2 оң, 2 теріс
2 оң, 2 теріс, 2 оң, 2 теріс. Осылай қайталап, менде бұл екінші қатар. Әлі 28 қатар тоқуым керекпін. Сіз өзіңіз қалаған қатарды осылай тоқыңыз, одан кейін қайтадан қосылып өкше шығаратын боламыз. Мінекей қыздар, мен өзім қалаған ұзындығымда тоқыдым, 30 қатар. Енді ары қарай өкшесін шығарып бастаймыз. Барлық ілмектердің саны 44, сол 44-тің тең жартысынан өкшесін тоқып шығарамыз, ал тең жартысы үстіңгі жағы болады. Сонда біз 22 ілмекпен өкшесін тоқимыз. Өкшесін бумеранг әдіспен тоқып шығарамыз. Ол үшін ең алдымен үлкен кісілерді тоқу үшін өкше мен аяқтың үстіңгі жағының арасында аралық үлкен кісілерде биік болады. Сондықтан біз 4 қатар тоқимыз қазір. Барлығын оң ілмектермен. Бізге ыңғайлы болу үшін өкше жағын бір бізге тізіп аламыз. 22 ілмекті. Ал кішкентай балаларда өкше мен аяқтың үстіңгі жағы ешқандай биік болмайды. Сондықтан бұндай 4 қатарды тоқымай-ақ бірден бумерангты тоқи беруге болады. Мінекей. Өкшеге біраз сонда біз ұзындық қосуымыз керекпіз. Аяққа тартыспай қалыпты киілуі үшін. Сол үшін біз өкшені бумеранг әдісін тоқымай тұрып 4 қатар тоқып аламыз. Міне бір қатар тоқылды. Енді өкшенің ішкі астар жағынан барлығы теріс ілмектермен тоқылады. 22 ілмек. Екінші қатар болды. Енді үшінші қатар. Төртінші қатар. Мінекей қыздар 4 қатар тоқылды. Енді біз өкшемізді бумеранг әдісін тоқып бастаймыз. Мінекей. Мінекей ең соңғы ілмекке келген кезде бұл ілмегімізді біз мінекей көріп тұрғандарыңыздай нақтылап көрсетейін. Бізімізді кіргіземіз, одан кейін қатты тартамыз. Сонда бұл жерде бізде 2 ілмек болады. Мінекей жіпті тарттық. Енді ары қарай келесі жағына да осылай тоқимыз. Бұл жерде 22 ілмекті 3-ке бөліп аламыз. Өкшесін дұрыс анық әдемі қылып шығару үшін. Бір қалдық қалады, 7-ге бөлінеді, 21 болады. Бір қалдық ол 8-ге. Сонда бір қалдық 8 болып тура ортаңғы бөлігіне қосылады өкшенің. Екі жақ шетінде 7, ортасында 8 болады. Сонда біз екі жақ шетінен осылай мінекей бір ілмектен 2 ілмек жасап осылай жібімізді тартамыз. Мінекей
7 шетінде осындай әдіспен тоқып шығамыз. Ортасында 8 ілмек қалғанға дейін. Мінекей, әдемілеп менімен бірге тоқып отырсаңыз, шатаспайсыз. Мінекей, біз соңғы ілмегімізге тиіспейміз. Келесі алдындағы ілмекті тура осы әдіс бойынша тағы да тартып, мінекей, бір ілмек болып тұр, оны жіпті қатты тартамыз. Сонда міне 2 ілмек болуы керек. Келесі жағына дейін барлық ілмектер шұлықтың астар жағынан теріс тоқылады. Өң жағында оң ілмектер тоқылады. Барлығын түсінікті жеткізе алдым деп ойлаймын. Ең соңғы 2 ілмек жасап кеткен жерге тиіспейміз. Оның алдындағы ілмектен тура осы әдісті қайталаймыз. Бізде екі жақ шетінен 2 ілмектен осылай мінекей. Не қысқарды. Енді біз жетеу болғанға дейін екі жақ шетінен бірдей жетеу болу керек. Осылай тоқи береміз тура осы әдіс бойынша қайталап. Мінекей, бізде 3-ші ілмек болады бұл. Қатты тартамыз. Теріс тоқимыз астар жағында. Мінекей, мына жерде де ең соңғы 3-шісі. Тура осы әдіс бойынша қыздар екі жақ шетінен 7 ілмекті осылай қысқартқанға дейін осылай тоқи береміз. Мінекей қыздар, менде екі жақ шетінен тоқымай 7-7-ден 1, 2, 3, 4, 5, 6, ең соңғы 7-шісі міне. Мінекей, осы 7-шісі. Бұны да қатты тартып, 2 ілмек жасадық 1 ілмектен. Енді ортасында мінекей санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мінекей 8 ілмек ортаңғы бөлігінде. Ал екі жақ шетінде, мінекей сіздерге нақтырақ болу үшін түсіндіреймін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына жақта да 7. Енді біз бумеранг өкшенің жарты бөлігін тоқыдық. Мінекей, мына жерде тоқымай алып кеттікті. Енді осыларды керісінше шеткі 7 ілмекті қосып алып тоқып, бумеранг өкшенің табан жаққа қарай кететін, иіліп кететін, бүктетіліп. Екінші жартысын тоқуымыз керек біз. Оны тоқымай тұрып, бір келкі, бір ыңғай, оң ілмектермен 2 қатар тоқып шығамыз. Мінекей. Бұл жерде 2 ілмек болып тұрған біздіміздегі ілмектерді мінекей. Екеуін бірдей тоқимыз. Тек мына жерден ғана тоқып кетпеңіздер, біреуін ғана. Екеуін бірдей алып тоқисыздар міне. Жеті ілмек болуы керек. Қалтырмай, барлығын бірдей әдемі қылып тоқимыз. Енді бізде бұл жерде қарасаңыздар, біз өкшеге біраз ұзындық қосқан болатынбыз, 4 қатар тоқып. Соны осы жерден көтеріп аламыз. Шеткі өрім сияқты ілмектерден қосып алу керекпіз. 3 ілмекті мінекей. Ал үстіңгі жақтағы
Екі оң, екі теріс өрнек сол қалпында резеңке тоқылады. Мінекей екінші жағында да тура сондай әдіспен 3 ілмекті шетінен көтеріп алуымыз керекпіз. Мінекей үшінші. Енді бұл жақта да мінекей 2 ілмекті бірге тоқуымыз керекпіз. Ешқандай қалып жүрмесін, бір ілмекті ғана тоқып кетпеңіздер. Бірге әдемілеп отырып арғы жақ қабырғасынан тоқып шығамыз. Мінекей 7-ші ілмек. Бұл бізде бұл жерге дейін бір қатар болып есептеледі. Енді тура осы жерге дейін келесі екінші қатарын айландырып тоқып шығамыз. Бірыңғай оң, ал үстіңгі жағының резеңкесі сол қалпында сызба бойынша қайталанып тоқылынады. Мінекей қыздар, екі қатар толығымен тоқылды. Енді мінекей мына жерде біз 3 ілмекті жанынан қосып алдық, және өзіміздің бір жақ шетіндегі 7 ілмегіміз барлығы 10 ілмек болды. Мінекей ортасында 8 ілмек. Енді екі жақ шетінен сол 7 ілмекті қосып отырып өкшені дөңгелетеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, мінекей 9. 8-ден кейін мына жақ шетіндегі мінекей. Мына жақта да 10 ілмек болу керек. Міне 3, 6, 9, міне 10-шы ілмегін біз тоқыдық. Бұны да қазір бір ілмектен 2 ілмек жасаймыз. Алдыңғы әдіс бойынша тартып отырып, мінекей. Іліп аламыз да қатты тартамыз. Керісінше тағы да 8 ілмек санаймыз. Екінші жағындағы ілмектен тағы біреуін осылай қосып отырамыз. 6, 7, 8, мінекей мына жақтағы 10-шы ілмекті тағы да осылай бір ілмектен 2 ілмек жасаймыз. Тартып, мінекей. Енді келесі жағына жаңағы мінекей ілмегімізді, 2 ілмегімізді енді бергі жақ қабырғасынан екеуін бірге тоқимыз. Енді келесі ілмекті тура осы әдіс бойынша бір ілмектен 2 ілмек жасап тоқып кетеміз. Мінекей тартамыз, теріс тоқимыз қалғандарын. Келесі жағындағы қысқартылған 2 ілмекке дейін жеткенімізше. Мінекей бұны біз бергі жақ қабырғасынан емес, қараңыздар, арғы жақ қабырғасына мінекей екеуін бірге. Мінекей нақтылап көрсетем деп сіздерге камера алдында. Біраз ыңғайсыздау болып тұр. 2 ілмек бірге қалып қалмау керек. Мінекей. Міне тоқылды. Келесі ілмегімізді де бір ілмектен 2 ілмек жасап қоямыз. Қатты тартамыз. Тоқи береміз. Осылай екі жақтан бірге алып отырып, екі жақ бөлігіндегі 7 ілмекті толығымен тоқып шығамыз. Мінекей мына жерде бергі жақ қабырғасынан 2 ілмекті бірге тоқимыз. Одан кейінгі ілмектен тағы да 2 ілмек жасаймыз. Қатты тартамыз. Тоқимыз. Оп-оңай, қыздар. Көріп отырып, 1-2 рет көріп алыңыздар, нақтылап қай жері қалай тоқылатын. Одан кейін бірге тоқып шықсаңыз, мінекей. Астар жағынан келген кезде бергі жақ қабырғасынан тоқымаймыз. Айтқанымдай, арғы жақ қабырғасынан 2 ілмекті бірге терісінен тоқимыз. Одан кейінгі ілмекті тағы да бір ілмектен 2 ілмек жасаймыз. Тартамыз. Оп-оңай және өте қызықты
өкшенің бір тоқылу техникасы қыздар. Мен өзім осылай тоқимын. Мүмкін арасында өздеріңіз тоқып жүрген болсаңыздар, айырмашылық болып та жатуы мүмкін. Әрбір тоқитын қыздың өзіне тән әдісі болады. Сондықтан мен өзім қалай тоқимын, өз әдісімен бөлісіп жатырмын. Ұнап жатса қайталап тоқисыздар деген ойдамын. Мінекей. Осылай жалғастырып тоқимыз қыздар. Екі жақ шетіндегі 7 ілмекті толық осылайнан қосып болмайынша, одан кейін біз қосымша өкшенің ұзындығын тоққан кезде қосып алған 3 ілмекті бұлай тоқымаймыз. Ол сол қалпында тоқылып, екі жақ шетінен әдемі болып қысқартылуы керек. Мінекей, сіздерге толығымен көрсетемін оның барлығын. Қазір өздеріңіз тоқу барысында қарап отырып түсініп аласыздар. Мінекей, бергі жақ қабырғасынан екеуі бірге тоқылады. Одан кейінгі ілмегіміз 2 ілмек жасаймыз. Мінекей, шеткі ілмек. Ары қарай тоқимыз келесі жағына дейін. Екі ілмек бірге теріс тоқылады. Одан кейінгі ілмек. Мінекей, біздің өкшеміз әдеміленіп, бумеранг өкшеміз дөңгеленіп, екінші жартысы тоқылып келе жатыр. Шеткі ілмек қатты тартамыз, жіпті өзімізге қарай тартып аламыз да, қалған ілмектерімізді тоқимыз. Осылай қыздар, тура осы әдіс бойынша қайталап тоқи береміз. Мінекей қыздар, екі жақ шетінен 3 ілмектен ілмектер қалды біздімізде. Енді бұл жерде мінекей, 1 ілмектен 2 ілмек жасап қоямыз да, ары қарай айландырып тоқимыз. Бізде өкшесі бумеранг өкше шығып болды. Енді ары қарай тоқып жалғастырамыз. Екі жақ шетіндегі 3-3-тен қосылған ілмектерді қысқартуымыз керек болады. Мінекей, мына жерде 2 ілмекті қалдырмай бергі жағынан оң қылып тоқимыз. Одан кейінгі 3 ілмегімізді де оң қылып тоқимыз. Бұл бізде өкшенің биіктігі үшін қосылған 3 ілмек екі жақ шетінен. Тағы да қайталап айтамын. Мінекей. Енді үстіңгі жағындағы резеңке өз ретімен сызба бойынша 2 оң 2 теріс болып тоқылады. Шұлығымыздың тұмсығына дейін осылай резеңке тоқылады. Үстіңгі жағында. Табан жағы енді бір келгі оң ілмектермен тоқылады. Екінші жағындағы міне 3 ілмек тоқылады. 3. Енді бұл жерде біз 2 1 ілмектен 2 ілмек жасаған болатынбыз. Ұмытпаймыз, бұны жеке-жеке бір-бірден тоқып кетпейміз. Екеуін бірге арғы жақ қабырғасынан оң қылып тоқимыз.
мінекей. Тартып, екі жақ шетін шұлықтың тоқыған кезде барынша тартып тоқуға тырысыңыздар, өйткені саңлау қалып қалмауы үшін. Шұлық жіп жинақы әдемі болуы үшін. 1, 2, 3. Енді ары қарай 2-ге бөліп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Бізде әдемі болып бүкшесі шықты. Қарасаңыздар. Жып жинақы, әп-әдемі бумеранг өкшеміз дайын болды міне. Сіздермен тоқып шықтық. Енді ары қарай өкшедегі екі жақ шетінде бірдей ilmekтерме екен санап көріп алайық. 3, 6, 9, 12, 14. 3, 6, 9, 12, 14. Енді осы жерде қыздар біз қысқартуды бастаймыз. Бірінші қысқартуды сіздерге түсіндіріп өтейін. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek тоқығаннан кейін, мінекей қарасаңыздар, 8 ilmek тоқылды. Ал мына жақта 6 ilmek қалды. Осы жерде мен екеуін, бергі 2 ilmekті бергі жақ қабырғасынан екеуін бірге оң қылып тоқимын. Одан кейін қалған ilmekтерді тоқыдым. Бізде бірінші екі жақ шетінен қосылған 3 ilmектің біреуі міне қысқарту жасалды. Келесі жағында да тура осы әдіс қарама-қарсы бағытта қайталанылады. Үстіңгі жағындағы резинке осы қалпында тоқылады. Мінекей 3 шеткі ilmek. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл жерде 6-шы ilmek мінекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-шы ilmekті тоқымай тұрасыз. Одан кейінгі ilmekті мінекей оң қылып тоқисыз да 6-шы ilmekті үстіне өткізесіз мінекей. Бұл жерде де қысқарту болды. Ары қарай айландырып, енді бір қатарды сызба бойынша қысқартпай тоқып отырасыз. Енді 2 рет қысқартылуы керек. Бір қатарда қысқартасыз, бір қатарда қысқартпай тоқисыз. Жалғастырамыз. Бір қатар. Бір келкі оң тоқып шығамыз. Үстіндегі резинкелерді сол қалпында тоқисыздар. Келесі қыздар ары қарай жалғастырамыз. Бізде екінші қысқарту болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6 тағы да 6 ilmek қалды. Екеуі бірге бергі жақ қабырғасынан. Мінекей. Ары қарай жалғастырып тағы да тоқимыз. Екінші жанында да мінекей қыздар 3, 4, 5, мінекей 6-шы ilmekті тоқымаймыз. 7-шы ilmekті оң қылып тоқимыз да алдыңғы тоқымаған ilmegімізді үстінен өткіземіз. Ары қарай бір келкі оң. Келесі қатарда ешқандай өзгеріссіз бір келкі оң тоқып шығамыз. Одан кейінгі қатарда бізде соңғы қысқарту болады. Келесі бізде ең соңғы қысқартуымыз мінекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей 6 ilmek қалғанда бергі жақ қабырғасынан бірге тоқимыз. Келесі жақ қарама-қарсы жанында да тура осылай бір рет қысқарту жасаймыз. Одан кейін қатарларда, қалған қатарларда ешқандай қысқартпаймыз. Барлық
төрт бізімізде де 11-11-ден ілмектер саны теңеседі. Одан кейін шұлығымыздың тұмсығына дейін бір келкі сызба бойынша шұлығымыздың үстіңгі жақ бөлігінде екі оң, екі теріс ілмектерді тоқып отырамыз да, табан жағын бір келкі оң ілмектермен тоқимыз. Қалаған ұзындығымызда менің қалаған ұзындығым тоқыған кезде 40 қатар болды. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша өлшеп отырып тоқып шығасыздар. Одан кейін бірге қосылып тұмсығындағы шұлығымыздың қысқартуларды бекітуді көрсететін боламын. Оғанға дейін мен өз еркіммен, сіздер өз еріктеріңізбен шұлығымыздың ұзындығын тоқимыз. Мінекей қыздар, менде 40 қатар тоқылды шұлығымның ұзындығы. Енді мінекей жұмысымыздың басы негізі мына жерде. Мен табан жағын тоқып шықтым. Енді үстіңгі жағында осы жерден қысқарту жасаймыз. Қысқартуды неліктен қысқарту жасаймыз қыздар? Өйткені үстіңгі жағында резинке тоқылғандықтан ол тартылып тұрады, жинақталып. Егер де біз ешқандай қысқартусыз тағы да бір 5-6 қатар тоқуымыз керек, біз бірыңғай оң ілмектермен. Егер де қысқарту жасамай үстіңгі жағында сол қалпында тоқитын болсақ, онда оң ілмектер үлкейеді де шұлығымыздың бас жағы керісінше кең болып тоқылып кетеді. Негізі 2,5 өлшеміндегі бізбен де тоқуға болады, біраз шұлықтың басқы жағы біраз кішірек болу үшін, жинақы жіңішке болып тоқылу үшін. Ал мен бұл жерде осы бізімді ешқандай өзгертпей тоқитын болғандықтан үстіңгі жағында қысқарту жасаймын. Мінекей. Бұл жерде енді мен бір келкі барлығын оң тоқуым керекпін. Екі теріс тоқылып тұрған ілмекті екеуін бірге оң тоқимын. Екі оң тоқылатын ілмекті өз ретімен екеуінде оң ілмек қып тоқимын. Келесі тағы да қайталаймыз. Терісінен тоқылып тұрған екі ілмекті бірге оңынан тоқимыз. Тағы да екеуі бірге оңынан. Бұлар бізде қысқартулар болып саналады. Тағы да екі теріс ілмекті екеуін бірге оң қылып тоқимыз. Тағы да екі ілмек бірге оң болып тоқылады. Ең соңынан тағы да екі теріс ілмек бірге оң болып тоқылады. Мінекей қыздар, үстінен біздер қысқарту жасадық. 1, 2, 3, 4, 5, 6 қысқарту болды. Мінекей. Енді ешқандай өзгеріссіз, ал астыңғы жағында, табан жағында екі бізімізде ешқандай қысқарту болмайды. Тура осы қалпында енді 5-6 қатар бір келкі оң ілмектермен тоқып шығамыз. Мінекей қыздар, менде қысқартудан кейін, үстіңгі жағында қысқартудан кейін 6 қатар тоқыдым. Енді біз қыздар екі жақ шетінен астыңғы жағын қысқартамыз, үстіңгі жағын қысқартусыз оң ілмектермен тоқып отырамыз. Екі жақ шетінен бірінші ілмекті тоқимыз. Екі ілмекті бергі жақ қабырғасынан бірге екеуін оң тоқимыз. Келесі жақ жанына дейін шұлықтың екі жақ шетінен, астыңғы біздердің екі жақ шетінен, табан жағындағы тоқып жатқан біздердің екі жақ шетінен осылай қысқартып отырамыз. 3-ден қысқарғанға дейін ілмектердің екі бағытын өзгертеміз, екеуін бірге арғы жақ қабырғасынан бірге тоқимыз. Соңынан бір ілмек оң тоқылады. Ал үстіңгі жағы ешқандай өзгеріссіз, қысқартусыз тоқылады. Өйткені біз резинкені тоқып болғаннан кейін бірден қысқартып қойған болатынбыз. Үстіңгі жағында екі бізде 8-8-ден барлығы 16 ілмек. Табан жағында да солай 8-8-ден 16 ілмек болып теңескенге дейін осылай қысқарту жасаймыз. Ендігі қатарда қысқартусыз тоқып шығамыз бұл жерде.
бір қатар қысқартып, бір қатар қысқартпай осылай тоқимыз қыздар. Мінекей қыздар, келесі екінші қысқарту. Бергі жақ қабырғасынан екеуін бірге екі ілмекті оң қылып тоқимыз. Келесі жанына дейін. Қалған ілмектердің барлығы біркелкі оң тоқылады. Үш ілмек қалды. Мінекей екі ілмектің бағытын өзгертеміз. Арғы жақ қабырғасынан екеуін бірге оң қылып тоқимыз. Соңынан бір ілмек оң тоқылады. Үстіңгі жағында қысқарту жоқ, бір келкі оң тоқылады. Келесі қатар қысқартусыз, ол да бір қатар айналып оң тоқып шығамыз. Мінекей біз алдыңғы қатарда бір келкі оң тоқып шықты, қысқартпай. Енді соңғы үшінші қысқарту мінекей. Сонда біздің табанымыз, табан жақтағы ілмектер саны үстіңгі жақпен мінекей теңеседі. 8 ілмек, жақ жанынан да 8 ілмек болады қазір соңғы қысқартудан кейін. Мінекей 3 ілмек қалды. Бағыттарын өзгертеміз. Екеуін арғы жағынан оң қылып бірге тоқимыз. Соңынан бір ілмек оң тоқылады. Енді бұл жерде қыздар бір келкі теңесті. Мінекей теңесті. Ендігі қысқартуды үстіңгі жағынан да қоса қысқартып отыратын боламыз. Осы қатарды аяқтайық. Бұдан кейінгі қатар бір келкі оңынан тоқылады. Өз еркімізбен тоқып айланып шығамыз. Ендігі қысқартуды қыздар мінекей шетінен бастаймыз. Алдыңғыдағыдай екі жақ, бергі жақ қабырғасынан екі ілмекті бірге тоқимыз. Осы қатарда қысқарту болады. Табан жағынан да, үстіңгі жағынан екі жақ шетіне мінекей қысқарту болады. Одан кейін бір қатар қысқартусыз айландырып тоқимыз да, келесі қатарлардан бастап әрбір қатар сайын қысқартамыз. Бергі жақ қабырғасынан қысқарту. Бұл үстіңгі жағы мінекей. Енді бұл жерде де жанынан 3 ілмек қалды. Бағыттарын өзгертеміз. Арғы жақ қабырғасына екеуін бірге оң, соңынан бір ілмек тоқылады, оң бұл. Енді бір қатар ешқандай өзгеріссіз айланып шығамыз. Мен бір қатар оң айланып шықтым. Ендігі қыздар, ендігі қысқартуларды әрбір қатар сайын осылай қысқартамыз. 4 бізімізде 5-5-тен ілмек қалғанға дейін. Мінекей 6 ілмек қалды. Келесі қатарда тағы бір қысқарту жасалынады. Содан мен бәрінде бір келкі 5-5-тен ілмек қалуы керек. Одан кейін тебен инемен шұлығымыздың тұмсығын бірге бекітетін боламыз. Бағытын өзгертеміз екеуін. Арғы жақ қабырғасына екеуін бірге оң қылып тоқимыз. Соңынан бір ілмек оң тоқылады. Енді бір рет, мына жерде енді ешқандай өзгеріссіз айландырып тоқымаймыз. Бірден тағы да қысқартып кетеміз. Осы екі қатар соңында осылай тоқылады. 2, 3, 4, 5. Бұл бізде соңғы қатарымыз. Бағытын өзгертеміз. Арғы жақ қабырғасынан екеуін бірге оң қылып тоқимыз. Соңынан бір ілмек оң тоқылады. Мінекей бір ілмек оң тоқылады. Екі ілмектің бергі жақ қабырғасынан бірге оң қылып тоқимыз. 3 ілмек. Бізде соңғы бізіміз 3
3 ілмек қалды. Бағыттарын өзгертеміз. Арғы жақ қабырғасынан екеуін 10 қылып тоқимыз. Соңынан 1 ілмек оң тоқылады. Мінекей қыздар, біздің шұлығымыздың тұмсығы осылай бекітіліп тоқылып болды. Енді қазір әдемілеп бірге тебен инемен әдемілеп білдірпей тігіп бекітетін боламыз. Бізге ыңғайлы болу үшін мінекей екі жағына үстіңгі жақ бөлігін және астыңғы жақ табан жағындағы бөлікті 10-10-нан 2 бізімізге өткізіп аламыз қыздар. Одан кейін мінекей тебен инемізге жібімізді сабақтап аламыз. Енді бірге тігіп шығайық. Сырттан ішке кіргіземіз. Екінші жағында сыртынан ішке қарай кіргіземіз. Тағы да сырттан енді қарама-қарсы қасындағы ілмекті ішінен сыртқа қарай шығарамыз. Келесі жағында да тура осылай сырттан ішке кіргіземіз де босатып аламыз. Іштен сыртқа қарай шығарамыз. Оң ілмектерді бір-біріне қарама-қарсы бағытта мінекей осылай тігіп қосып шығамыз. Бұл тоқылған сияқты әдемі көрініс беріп тұрады. Мінекей сырттан кіргіземіз, босатамыз ілмегімізді. Енді іштен сыртқа шығарамыз. Қарама-қарсы сырттан ішке қарай кіргізіп, ілмегімізді тебенге іліп аламыз. Іштен сыртқа қарай шығарамыз, тігеміз, жібімізді тартамыз. Осылай қыздар, соңына дейін тура осы әдісті қайталап тігіп шығамыз. Неке қыздар, соңғы ілмектер аздаған қалды. Әдемі қылып шұлығымызды дайындап алдық аздаған сағаттың ішінде. Бұл мен тоқитын, ешқандай ойлануды, өрнекті, қандай не тоқиым деп ойланбай отырып, релакс ретінде тоқып шыққан шұлығым болатын. Сіздермен бөліскім келді. Қарапайым, үйде әдемі, жып-жылы қылып, жайлы қылып киіп жүретін қарапайым шұлықтың бір түрі. Мінекей қыздар, әдемі болып біз шұлығымыздың тұмсығын мінекей бекіттік. Өте әдемі, жуылады, буланады, содан кейін әдемі болып қалыпқа келеді біркелкі. Мына жердегі ілмектердің барлығы өз орнын табады, тегістеледі. Одан кейін жып жинақы әдемі аяқта жылулық сыйлайды иесіне деп айтсам болады. Егер ұнап жатса, менімен бірге тоқыған болсаңыз, алғысым шексіз. Жұмыс нәтижеңізбен бөлісіп жатсаңыз, тіптен қуанышты боламын. Келесі қосылғанша қыздар, сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Гүлмәшім. Егер ұнап жатса, менімен бірге тоқыған болсаңыз, сізге алғысым